Ұстаз, ажырасқан жігітке тұрмысқа шыққан дұрыс па? Өзім тұрмыс құрмаған қызбын дейді. Егер жасың келіп қалған қыз болсаң, шыққаның дұрыс. Ажырасқан адамды жаман көрмеңіздер. Оның өмірінде әртүрлі адам өмір болғаннан кейін жақсы, жаман жақтары бірге жүреді. Қыз бала да тұрмыстан ажырасса, ол жаман қыз деген сөз емес. Ұл бала да ажырасқан болса, жаман деген сөз емес. Десе де қарап көру керек. Егер әйелді перчатка сияқты ауыстырған жігіт болса, енді көбінесе ажырасқаннан кейін сол виноват болады ғой, анау виноват, сен виноват емессің. Одан кейін егер соны бір тоқтам ретінде айталса, қателігін өзі түсініп, соны түсінсе, онда сізге өмір сүру жеңіл болады. Егер бірыңғай мен емес, тек қана сол кінәлі, оны жүргіш болып кетеді сразу, сол жезөкше болып кетеді сразу. Сондай бір жаман болып кеткен, мен ұра береді деген сияқты түсініп, ұстаз, ажырасқан жігітке тұрмысқа шыққан дұрыс па? Өзім тұрмыс құрмаған қызбын дейді. Егер жасың келіп қалған қыз болсаң, шыққаның дұрыс. Ажырасқан адамды жаман көрмеңіздер. Оның өмірінде әртүрлі адам өмір болғаннан кейін жақсы, жаман жақтары бірге жүреді. Қыз бала да тұрмыстан ажырасса, ол жаман қыз деген сөз емес. Ұл бала да ажырасқан болса, жаман деген сөз емес. Десе де қарап көру керек. Егер әйелді перчатка сияқты ауыстырған жігіт болса, енді көбінесе ажырасқаннан кейін сол виноват болады ғой, анау виноват, сен виноват емессің. Одан кейін егер соны бір тоқтам ретінде айталса, қателігін өзі түсініп, соны түсінсе, онда сізге өмір сүру жеңіл болады. Егер бірыңғай мен емес, тек қана сол кінәлі, оны жүргіш болып кетеді сразу, сол жезөкше болып кетеді сразу. Сондай бір жаман болып кеткен, мен ұра береді деген сияқты түсініп,